Боқтықтың тамаша үлгілері көрші тұратын тәмам жұртқа жайылып жатушы еді. Бірақ мен оның шешемді сабағанын көрген емеспін. Өтірік айтудың қажет жоқ. Есесіне менің басыма әңгір таяқты әбден ойнатушы еді. Қыс кезі, Құдай атқан бір түні қалаң араққа сылқия тойып кеп, ауыз үйге кіре-міре құлады. Шешем мен қара кемпір хал үстінде жатқан нағашы апамның үйіне кеткен. Үйде жалғыз қалған менде еш жоқ. Тұрғызайын десем басыма пәле тілеп алам. Тұрғызбайын десем тағы болмайды. Сілейіп қарап тұрмын. Бір кезде тірекен қозғала бастады. Тұрды. Еш нәрсені көрмей тұрған көкшіл көздеріне менің бала сұлбам ұшырасты. Кенет маған тақап келді де, құшақтап еңіремесі бар ма? Менің де көңілім босап жылай кеттім. Мынаған бірдеңе көрінген шығар. Тәубесіне келіпті ғой сорлы қаланым деп қоям ішімнен. Бір кезде сен оңбағанды асырап жүрген менде де ми жоқ қой, ми жоқ деп қазандай басын қабырғаға дүрсілдетіп ұра бастады. Зәрем дәр түбіне жетті. Бір пәлекеттің басталатынын ішім сезіп тұр. Қазір ұра бастайды. Жоқ. Мені қолымнан жетектеп залға әкелді де орындыққа отырғызды. Сосын бетіме ұзақ тесіліп қарап отырды. Одан да ұрғаны жақсы екен. Шүңірейген көк көзі өнменімен өтіп бара жатыр. Сосын жақындап келді де белінен белбеуін шешіп қолдарымды орындықтың арқасына байлап бастады. Кімнің өлгісі келеді дейсің? Мен дереу айғайға бастым. Жап аузыңды иттің күшігі деп дүрсе қоя берді қалан. Мен біткен жерім осы ғой деп имамымды үйіре бастадым. Қалан қиқалаңдап барып қабырғасындағы серванттың есігін ашты. Бірдемені іздеп жатыр. Бір кезде іздегені табылды. Жақында қалаң Алматыға барып келген. Сол кезде қарақшы пышаққа әуес демекші, мал соятын бірнеше сояудай қанжарлар алып келген еді. Соның біреуін алып шықты. Бітті шаруам. Құдды бір кинодағыдай есінен ауысқан қалаң маған дәріс оқи бастады. Ей жетімек, мен мына пышақты не үшін сатып алды деп ойлайсың? Мал сою үшін, ағатай. Жоқ, мен сені сою үшін алғам мұны. Ха. Аға қойыңызшы. Қазір бәлем көрсетем саған. Жас кезінде қалаңды бір бойжеткенге үйлендірген екен. Әлгі байғұс әйелін бұл нақұрыс байлап тастап бауыздамақ болғанда жұрт улап-шулап әрең айырып алыпты деген әңгімені талай естіген едім. Сонысы рас боп шығайын деп тұр. Бірақ мені құтқаратын тірі жан жоқ қой. Мен енді құтылудың амалдарын қарастыра бастадым. Қолымда байлаған белдік босап үлгерген. Егер жақындап келіп ұстаса амал жоқ. Қашсам қазір кету керек. Артымда терезе. Қолымды босатып алғанымды байқап тұрған қалаң жоқ. Мас. Бөлменің бас жағында креслода пышағын жалаңдатып мені боқтап сөйлеп отыр. Жан тәтті. Қолымды босатып атып тұрдым. Қалаң да тура ұмтылды. Орындықты көтере-мөтере басынан салып қалдым. Гүрс етіп, қалаң бар денесімен еденге құлады. Бірдеме деп міңгірлеп ұйықтап қалды. Мен есім шыққаны соншалық есікке қарай жүгіргеннің орнына терезеде бір-ақ қарғыдым. Далада қыс. Үстімде іш киімнен басқа лыпа жоқ. Тұрсынғазының үйіне беттедім. Қақпасын тарсылдатып соққылап жатырмын. Үй жаққа қарап, қалаң көрінбей ме деп қарап қоям. Бір кезде даланың шамы жағылды. Көретін жарығым бар екен. Нағашы апам хал үстінде жатқанда мені шақыртыпты. Таңертең безілдеп отырып, нағашы апа ағамның үйіне бардым. Апам байғұс айналып толғанып жатыр. Шешемді шақыртып ап, мына балаға ешкімнің қолын тигізуші болма деп қадап-қадап айтты. Сосын бір қорқынышты қорылға басқаны есімде. Апамның жетісін өткізіп шешем екеуміз үйге қайттық. Қалаң жылы шырай қарсы алды мені. Басымнан сипап, мұрнымнан шымшып қояды. Онысы түсінікті, ешкім білмесін дегені. Кімге айтам, шешем болса жүрегі ауырады, туысқанға айтсам төбелес болады, тағы мені мерт қылуы мүмкін. Әлгі жағдай қалаң үшін ұмтылғанымен, менің жүрегімде тікен болып мәңгілікке қадалып қалды. Бұл оқиғадан кейін мен еш нәрседен қорықпайтын болдым. Тіпті алдымнан пышақ алып жүгірсе де, өліспей беріспейтінім ақиқат. Көшедегі балалар мені көпті көрген ардагер ретінде көреді. Қалаң қанша жасырғанымен, кіп-кішкентай көше, елдің бәрі оны мені ұрып соғатынын біледі. Маған солардың білгені жақсы.
Тым құрығанда балалары аяғын тартып жүреді. Көшеге шыққанда сіз мына жолдарды жазып отырған пақырыңыздың кеудесін көрсеңіз, дөңгеленіп жүретін ғой. Мен қақпадан шыға салысымен, балалар жүгіріп кеп маған амандасады. Паңданып тұрып тілеукештен басқасын тіліммен түйреп мазақ етем. Оған толық құқығым бар. Екінші атаманмын. Көшедегі жүгірмектердің бәрін бір шыбықпен үйіріп алғанымды қалаң біледі. Кейде көшеге шығып шылымын шегіп отырып, әрқайсының балаңды менің сары сапалағыммен шығарасың деп көршілеріне одыраңдап қоятыны бар. Ондайда көрші қатындар есуас неме біреудің жетім баласын төбелестіріп қораз қылмақшы ма жынды деп тоңқылдай бастайтын. Оған қалаң шімірікпей өте бір жағымсыз түрде қарқылдайтын. Жылқауылдағы төбелес. Келесі жылы жазда Алматыдан қалаңның боқ қарын екіншісі келді. Біреуі менен 1 жас, екіншісі 2 жас үлкен. Қызық енді басталды. Қалаң жазда бізді Тарбағатайдың бөктеріндегі жылқы ауылына алып кететін болды. Аса барғым жоқ еді, болмады. Шешем бетіме қарап күрсіне жолға жинап жатты. Арасында сен ақылды баласың ғой, ағаңды тыңда, ана екеуіне тиіспе деп қояды. Мен мұрнымды ішке тартып, мама саспа, мен Рэмбомын ғой деп күлдіріп қоям. Ол маған мүмкін Брюс Ли боларсың деп қояды. Бұл екеуміз бір-бірімізді жұбатқан түріміз. Күні бойы қалаңның бырылдақ мәшинесімен тоңқаң етіп, ала геуімде жылқы ауылға да жеттік. Кешке Тарбағатай тауы бөлек бір тылсымға ие боп тұрады екен. Құдды менің әкем сияқты, маған биіктен қарап, балам жасыма дейтін секілді. Мен тауға қарап кемсеңдей бердім. Ертесінде қалаң қоста қорылдап жатқан ана екеуін оятпай, мені жұлқылап тұрғызып алды. Қыстағы болған оқиғаны сұрады, ешкім білмей ме деп. Мен сіз не айтып тұрсыз деп түсінбегенсідім. Бұл қылығым Қалекеңе ұнаған болу керек, желкемнен тартып құшақтағансыды. Ішімнен, сенің ажалың түбі менен болады деп мен отырмын. Әлгі 2 қалалықтың бірінің аты Асыл, екіншісінің аты Еркін. Екеуінің де атына заты сай емес. Асыл дегені қара домалақ бірдеме, Еркін дегені қараптан қарап қорқып зарлай беретін бір сүмелек. Аттан кәдімгідей қорқады өзі. Қара домалақ Асылы тамақсау біреу екен. Алдына не әкелсең өнешіне тықпалай беретін мешкей неме. Сондықтан болар семіз. Еркіні кішкене әлжуаздау. Бірақ екеуінің де менен жас үлкен. Оған қоса қалаң сияқты қорғандары тағы бар. Менің бар рухтанарым, іштей сыйынарым да жалғыз Тарбағатай. Әлгілердің үстінде адам қараудан жалықпайтын әдемі киімдері бар. Екеуі де әдемі Адидас киген. Бастарында бейсболка. Мен үшін бұл киімдер қол жетпес қиял. Аяқтарында менің әппақ арманымнан аумай қалған кроссовки. Қолдарында электрондық сағат. Жақындап барып, бала болып шүйіркелесейін десем, итеріп жібереді. Менің бар ойым қалайда ана сағатты жақыннан көру. Үржардың универмагындағы сағат мыналар тағып жүрген сағатқа қарағанда дамымай қалған ежелгі уақыт өлшегіш сияқты. Мыналардікі сұмдық енді. Жыбырлаған цифрлер, ары-бері жүгіріп жүрген қара жолдар бірдемесін басса пиқ-пиқ етеді. Арасында құлағыңда аймалайтын әдемі әуен ойнай ма құдай-ау. Бауы да тамаша, екеуінің сағаты да тағаты әртүрлі. Біреуі асқа сондай шыдамсыз жатып шер бәлекен. Екіншісі ойын құмар су жүрек екен. Оның ойыны мен үшін Қыздекенің ойыны сияқты. Өзі өле алмай жүріп өте қауіпсіз ойындарды ойнайды. Добы бар. Сол қызыл ала допты ақырын ғана жаймен тебеді де, билегендей жүгіріп барып қуып жетеді. Сосын қосқа қарай аштан өлгелі жүрген баладай тағы да нәзік теуіп қояды. Қарап отырып ішің піспақ түгілі сығырданың қайнайды екен. Қалталары толған сағыз, ауыздарынан көпіршітіп шар шығарады. Иісі де сондай тәтті, маған бірақ бермейді. Бірінің бейсболкасының маңдайында ағылшынша 7 әріптен тұратын жазу бар екен. Мен ағылшынша білмеймін, сондықтан ол жерге ойымша сұмырай деген жазу жазып қойдым. Екіншісінің маңдайына ирелеңдеп жатқан жыланның суреті бар екен. Еркіннің аты көп ойландырмай табылды. Мен қостың отымен кіріп күлімен шығам.
Жақын арадағы бұлақтан су тасимын. Сұмырай мен жыланға шай қайнатам. Әлгілер менің қожайындарым секілді. Басында менің жырым-жырым денемнен қорқып жүрді ме, көп пысына алған жоқ. Еті мен көзі үйреніп алған соң басынуды бастады. Бәтшағарлар. Әлгі сүмелек топ тебеді. Мен оны кері қайтарам. Ауылда алысып жұлысы футбол үйреніп қалған маған мынау бір ерсі көрінеді екен. Қатты тепсем не надо деп қояды. Жайлап тебем. Соның өзінен доп ана біреудің қасынан оқша зулап өте шығады. Доптың өзі жалғып кеткен сияқты көрінеді маған. Күнде осы. Екіншісінде сағат сайын тамақ жылыту керек екен. Жегені қайда кетіп жатыр, мен үшін беймәлім. Біреуінің добын сайға теуіп көзін құртайын, екіншісінің жеген желкесін шығарайын десем, бізге қарап шылымын будақтатып отырған қалан менің бар қимылымды жіті бақылауда. Осылай жүріп 3 күн өтті. Мыналардың өмірі түк өзгермейді екен. Жылқы ауылда жүрміз-ау, табиғатты тамашалайық-ау, осқырынып тұрған айғырларға мініп, даланы басымызға көтеріп, айқайлап шабайық-ау, қой бүлдірейік терейік-ау, қой бүлдірген терейік-ау, тауға шығып өрмелейік-ау, тым құрғанда допты қаттырақ тебейік-ау да демейді ғой. Қалай келді, солай жүр. Қалаң менің оларды менсінбей жүргенімді байқады, намыстанды. Олар інісінің балалары. Мен қайдағы біреудің жетімегімін. 4-ші күні екеуін шақырып алып кеңес құрды. Мен олардың жиналыстарын бұлаққа, суға кетіп бара жатқанда байқап қойғам. Не болса да көрейік. Ішім әбден пісті. Оның үстіне мен оларға қызмет қылатын ханның балалары мекен түге. Келсем, қалаң ана екеуі маған жабылатыны, кім жеңсе соған қалаң 1 сом ақша беретінін хабарлады. Мен үржардан шықпай жатып білгем оны. Жабылатынын әрине. Ақша дегенді білмей қалайын. Құдайым берді деген осы міне. Міне біреу тырсылдатып алдыма секіріп жүр, екіншісі артымда мың бұралып сымдай қолдарын жұдырықтап түйіп ап майысып жүр. Бірінші боп шабуылды мен бастадым. Тұратын несі бар екен? Өлгенде көрген бір төбелес дегендей әлгі секең-секең етіп тұрған мешкейдің қоңқақ мұрнынан тоңқ еткізіп беріп қалдым. Қан фонтанша атқылады. Өзі есеңгіреп баудай түсті. Екіншісі суға түскен мысықтай бүрсіп қалды. Оны кеп добын тепкендей жайлап кеп мамық құйрығынан теуіп қалдым. Шыжбың ете қалды да әлгі ирелеңдеп барып жерге отыра қалды. Төбелес дегеніміз осымен бітті. Қалаңда тұр жоқ. Екеуін шақырып алып желкеден алақанмен ұрған болып сипап қалды. Оған әлгі жыланы бажылдап қоя берді. Семізі мұрнын сүртіп пысылдай береді. Оның көзінде де алмадай мөлдір жас үйірілген. Мен ішім күлкіден жарылғалы тұр. Күлуге болмайтыны белгілі емес пе? Қалаң уәдесінде тұрды. 1 сом қалтада. Сізге өтірік мағаншын мешкейі адам екен. Маған кетерінде сағатын сыйлап кетті. Ал жылан ше? Ол мені кешірмеді. Бұл менің өзім жеткен жеңістерімнің бірі еді. Қалаңнан жылқы ауылда жүрген 15 күн ішінде бір рет таяқ жегем жоқ. Тілеукеш. Тілеукештің азан шақырып қойған есімі Тілеу Қабыл. Ол менің өмірімдегі бірінші досым. Құрдаспыз. Екеуміз бір-бірімізге сай қосылғанбыз. Ойлап таппайтынымыз жоқ. Қиялимыз. Әкесі Түсіпқанда өте мейірбан, жақсы кісі. Мен жақсы көретін жұрт мені жақсы көретін. Жұрт Түсіпқанды еркелетіп Түсек деп атайды. Тілеукеш оны әкем деп мойындамай өскен. Себебі атасының баласы, марқұм атасын талай көргем. Көзі бақырайған, сұлуша келген, зор тұлғалы адам еді. Ныспысы Рамазан. Бір есімде қалғаны, біздің көшемен өтіп бара жатып, қолында қосаусыз мылтығы бар. Сол кезде Рамазан ата үйімізге кіріп, қалаңды көзден тұрып, бұрқ еткізіп атып, жалпасынан түсірсе ғой деп, бала қиялмен армандап үлгергенім есімде. Әйтпесе, біреуге өлім тілеу күнә екенін білемін.
кезекті бір соққыдан кейін Рамазан атаны көрген кезде келген ойлар болар.